Абыз актер, халық артисі Асанәлі Әшімовтың жары Бағдат Әшімова актердің өткен өмірі мен жастық шағы туралы жұрт біле бермейтін сырларын ақтарды. Сұхбат барысында актердің алғашқы жұбайы мен екі ұлының өлімінің себебі туралы да ашып айтты. Асанәлі ағаның алғашқы жары мен екі ұлының өлімі туралы түрлі сөздер бар. Неден қайтыс болғаны туралы көп жерде айтыла бермейді. Ол кісілер туралы Асан аға қандай естеліктер айтады деп сұрақ қойылды. Майра апай туралы Асекең үлкен құрметпен еске алады. Еңбек сіңірген қайраткер бола тұра, әншілік өнерін тұншықтырып отбасын бірінші орынға қойған. Майра жақсы болғандықтан мен үй шаруасына араласқан жоқпын. Соның арқасында осындай жетістікке жеттім деп алғысын айтып отырады. Асекең, әттең, жұмыс деп жүріп балаларыма көп көңіл бөле алмаппын. Неге көбірек еркелетпедім? Неге құшақтап отырмадым деп қазір өкінеді. Мәди үлкен баласы тұйықтау болған. Ол панкреатит болып отадан кейін оңала алмай 4 ай ауруханада жатып көз жұмған. Асанәлі ағаларың көз алдымда солғанда қолымнан еш шара келмеді деп қиналады. Бұл кісінің де жанына бататыны да сол. Бір жылда 2 баласынан айырылып қалуы. Жылдың басы қаңтар айында Мәдидің, ал сол жылдың қараша айында Сағидың өмірден өтуі есеңгіретіп жіберген. Сағидың бұрыннан жүрегі ауыратын. Сол күні өз отбасы, жанұясы бола тұра келіп апаның жанына жатады. Содан оянбаған. Осы уақытқа дейін неге емделмеді, неге айтпады жұмбақ. Ақ көңіл бала айтпай жүре берген. Кейін қайтқаннан кейін бір кездері инсульт алғанын анықтадық. Мәдидің ауруханада 4 ай жатқанын, жағдайының жақсармағанын көріп Асекең өзін іштей дайындаған болуы керек. Ал Сағидан бір түнде айырылып қалғанда табанымның астындағы жерді сезбей қалдым дегені бар. Асанәлі ағаларың іші өксікке толып, күйік кернеп кеткенде Теренқұрмен жоғары шығып тау жаққа айқайлап келеді екен. Майра апай 1993 жылы ауырған. Бір жылға жуық мыңнан бір адамда кездесетін өте сирек ауруға шалдыққан. Склеродермия деген диагноз қойылған. Ол ауру бүкіл ішкі ағзаларды біртіндеп жейді екен. Асан ағаларың жарын аман алып қалуы үшін тіпті Германия мен Мәскеудегі ең танымал ауруханаларға алып барған. Германиядан аппаратпен алып келіп содан оянбады дейді. Әйелінің соңғы демі шыққанда Асекең жанында бола алмаған. Соқыршек болып ауруханаға түсіп қалыпты. Сонда Асекеңмен қоштасу үшін Майра тәтенің табытын алып аурухананың қорасына алып барған. Асекеңді ауруханадан шығармай қойған. Отадан кейін жара қайтадан жарылып кетеді. Сонда кетіп бара жатып та менімен келіп қоштасып кетті дейді Асекең. Жаназасына да қатыса алмаған ол топырақты шүберекке түйіп беріп жіберген. Майра қайтыс болғанда Майраның әні деген кітап жазыпты. Іш құсалықтан сол құтқарды мені деп айтып отырады. 1999 жылы бір жылда 2 ұлынан айырылған ол барлық жерден жұмыстан шығып кетеді. Киноға түспей, театрда ойнамай қояды. Тек араға 10 жылға жуық уақыт салып, өнерге қайта оралды.